Бүгінгі сабақта 8-ші сынып Алматы кітап баспасындағы мәселені қою қалыптастыру тақырыбындағы тапсырмаларды қарастыратын боламыз. Оның ішінде 119-ші беттегі бірінші тапсырма қарапайым есеп А және В сандарымен олармен орындалуы керек амалдардың таңбасы берілген. Мысалы, қосу, азайту, бөлу, көбейту. Берілген амалдар түріне қарап, А, В сандарымен осы амалдардың бірін орындайтын программа құру керек. Бізде мысалы 7 қосу 9 десе, нәтижеде 16 шығу керек. Бұл жерде 7 қосу 9 бізде бір жолда жазылу керек. Олай болса, осының программасын қарастырайық. Бізде бұл жерде А және В айнымалыларын және амал деген айнымалыны бір жолға жазып шықтық. Және қарап отырсақ, осы айнымалыларды біз А, амал және В деген айнымалыларды біз стр типіне түрлендірдік, бір жолда. Яғни, мына үш айнымалының үшеуі де мына жолда біз стр типіне түрленіп кетті. Енді біз қарайтын болсақ, бізде А қосу В болатын болса, бұл жерде стр тип тек қана қосу амалы болады. Яғни амал болады, бізде стр типінде. Ал қалған А және В айнымалылар бізде есеп шығару барысында сан болу керек, яғни бүтін болу керек. Бүтін сандар. Сол үшін біз астына А және В айнымалыларын бүтін типке айналдырдық. Сонда мына жерде амал деген айнымалы стр типінде қалып қояды, ал А және В айнымалылары бүтін типке түрленеді. Және біз ары қарай шарт құрамыз. Егер амал айнымалысы тең болса плюске, онда бізде экранға екі айнымалының қосындысы шығу керек. Дәл солай қалған айнымалыларды элиф командасымен жазып шығамыз. Енді программаны орындауға жіберетін болсақ, мысалы, біз 3 айнымалыны да бір жолға жазуымыз керек. Сол үшін әр айнымалының арасына пробел бос орын тастауды ұмытпаймыз. Мысалы, А-ның орнына 5, бос орын, қосу амалы, бос орын, бізге 3 деген үшінші айнымалы. Enter пернесін басқан кезде бізге қосу амалын орындап тұрады. Енді әрі қарай азайту амалында орындап көрейік. Көбейту үшінде орындалып тұр. Бөлу